Сәлем достар, Sotis арнасы. Бүгін біз сіздермен present perfect continuous шағын қарастырамыз. Ағылшын тіліндегі осы шақтардың ішінде 4 түрлі шақ бар. Present simple, continuous perfect және present perfect continuous. Алғашқы аталған үшеуі туралы видеолар шықты, ол туралы біз талдадық. Және бүгінгі видеода біз present perfect continuous шағының формуласын, қолданылуын, кілтті сөздерін мысалдармен қарастырамыз. Осы шақтың атауынан да байқауға болады. Present perfect continuous. Бұл шақ perfect шағының да және continuous шағының да қасиеттерін алған. Мағынасы жағынан, қолданылуы жағынан және формуласы жағынан да. Сол үшін алдымен бірінші present perfect continuous шағының формуласын қарастырайық. Формуласы бойынша ең бірінші S, subject, ол деген есімдік болуы мүмкін, зат есім болуы мүмкін. Егер I, we, they, you есімдіктер болса, онда have көмекші етістігі қолданылады. Have, been және етістікке ing жалғанады. Бұл шақтың атауы present perfect continuous. Continuous деген сөз болғаннан кейін міндетті түрде ing жалғау болуы керек. Егер subject he, she, it немесе олар алмастырылатындай тіркестер болатын болса, мысалы my friend, my sister, онда has көмекші етістігі қолданылады. Және мұнда да етістікке ing жалғанады. Бұл болымды сөйлем құрастыру формуласы. Ал болымсыз сөйлем құрастыру кезінде not сөзін have сөзінен кейін жалғаймыз. Сонда мысалы I have not been waiting for you. Немесе she hasn't been listening to you. Has және have сөздерінен кейін жалғанады not. Ал сұраулы сөйлемде have және has сөйлемнің алдына келеді. Мысалы have you been waiting for me? Немесе has she listening to you? Екі көмекші етістік сөйлемнің алдына келеді. Енді осы шақтың қолданылуын қарастырайық. Present perfect continuous шағы қолданылады, егер қандай да бір іс-әрекет бұрын басталып, осы уақытқа дейін жалғасып келе жатса. Яғни ол іс-әрекет ары қарай да жалғасуы мүмкін. Немесе дәл осы сәтке дейін жалғасуы мүмкін. Егер сызбада көрсететін болсақ, онда ол былай көрінеді. Мысалы, бұл уақыт кеңістігі дейтін болсақ, онда іс-әрекет бұрын осы бір уақытта басталған. Егер дәл қазіргі кез болса now, онда осы уақытта жалғасып жатыр және әлі де жалғасуы мүмкін іс-әрекет. Осы түсініктемені мысалмен бекітіп көрейік. Айталық, Сара йогамен 3 жыл бойы айналысып келеді. Ол йогамен айналысуды 3 жыл бұрын бастаған. 3 жылдан бері айналысып келе жатыр, әлі де айналысып жүр және әлі де айналысады. Сонда бұл сөйлем, мына формаға қоятын болсақ, бұл формулаға. Сонда Sarah has been doing yoga for 3 years. Болады, 3 жыл бойы йогамен айналысып келе жатыр. Немесе осыған ұқсас тағы бір мысал. Мен сені күтіп тұрғаныма 2 сағат болды. 2 сағат бұрын күтіп бастағам. Қазір хабарласып досымызға айтып жатырмыз, әлі күтіп тұрмын. 2 сағат болды күткеніме. Ол present perfect continuous шағында айтылады. Сонда I have been waiting for you for 2 hours. Міне, сонда present perfect continuous дегеніміз бұрын басталған, жалғасқан бірнеше уақыттар бойы және дәл қазірге дейін әлі де жалғасып жатқан іс-әрекеттер. Алдыңғы аталған 2 сөйлемде for шылауы қолданылды. For шылауы және since ол present perfect continuous шағында қолданылатын негізгі шылау, яғни кілтті сөз. Ол қай кезде қолданылады? Егер біз белгілі бір іс-әрекеттің орындалу уақытын көрсеткіміз келетін болса, яғни қанша уақыт бойы жүргенін көрсеткіміз келетін болса, онда for қолданамыз. Ал since қолданылады белгілі бір уақыттан бері. Мысал келтірейік 2 шылауға да. Айталық, мен осы жерде тұрып жатқаныма 10 жыл болды дейтін болсақ, онда 10 жыл деп уақыт периодын көрсетіп жатырмыз. Ол for шылаумен қолданылады. Сонда I have been living here, немесе қысқартып айтқан кезде I've been living here for 10 years. 10 жыл бойы. Ал 2012 жылдан бастап тұрып келе жатырмын деп айтатын болсақ, онда since қолданылады. Сонда I've been living here since 2012. I've been living here since 2012. Ал сұраулы сөйлемдегі кілтті сөзге how long жатады. How long қанша уақыт бойы дегенді білдіреді. Мысалы, ол компанияда жұмыс істеп жүргелі қанша уақыт болды деген сөйлемді айтатын болсақ,
How long has he been working for that company? Сонда how long қанша уақыт екендігін көрсетеді. Ол бұрын бастаған іс-әрекетті және әлі де сонда жұмыс істеп жатыр. How long has he been working for that company? Ал жауап ретінде for немесе since-ті пайдалансақ болады. Құрастырып көрейік. Мысалы, ол сол компанияда 2015 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Яғни 7 жыл. Сонда he has been working for that company for 7 years. Немесе he has been working for that company since 2015. Ағылшын тілінде ing жалғауы, жалғанылмайтын, жалғауға болмайтын етістіктер тізімі бар. Оларды non-action verbs деп айтады. Оларға жатады көбіне сезім етістіктері, эмоцияны көрсететін абстрактілі етістіктер, мысалы, сену, үміттену, сүйу, ұнату сияқты сөздер. Ондай сөздер бар мысалдарда, мейлі мағынасы бойынша олар present perfect continuous шағында болсын. Мысалға, олар бірін-бірі 10 жыл бойы таниды. Олар әлі де бірін-бірі танып келе жатыр, бірін-бірі әлі де білісіп келе жатыр. Present perfect continuous сияқты мағынасы бойынша. Бірақ формуласы бойынша ол present perfect simple шағында болады. Себебі know, білу етістігіне біз ing жалғаймаймыз, өйткені ол non-action етістіктеріне жатады. Сонда бұл сөйлем ағылшын тілінде present perfect шағында болады. Present perfect continuous шағында емес. Сонда бұл сөйлемнің аудармасы they have known each other for 10 years. Олар бірін-бірі 10 жыл бойы таниды. They have been knowing деп айта алмаймыз, өйткені know етістігіне ing жалғауға болмайды. Сол сияқты, мен осы көлікті қалап жүргеніме 2 ай болды деп айтатын болсақ, I have been wanting деп айтуға болмайды. Want ол non-action жатады, оғанда ing жалғаймаймыз. Сонда I have wanted this car for 2 months. Сонымен present perfect continuous жағының present continuous жағынан және present perfect жағынан айырмашылығын қысқаша қарастырайық. Present continuous жағы ол тура қазір орындалып жатқан іс-әрекетті сипаттаса, ал present perfect continuous ол бұрын басталған және әлі күнге дейін жалғасып жатқан іс-әрекетті сипаттайды. Енді present perfect пен present perfect continuous жағының айырмашылығы. Present perfect жағы ол бұрын аяқталып қойған іс-әрекет. Біз қашан орындалғанын білмейміз. Кейде дәл осы уақытқа дейін орындалып қойған іс-әрекет, яғни ол әлі жалғасып жатқан жоқ, ол аяқталып қойған, бітіп қойған іс-әрекет. Present perfect continuous бұрын басталған, әлінгі уақытқа дейін жалғасып жатқан іс-әрекет. Енді сіздерге тапсырма, төмендегі комментарийға 2 сөйлем аудармасын жазыңыздар. 2 сөйлемде present perfect continuous жағында. Бірінші сөйлем. Бен күні бойы PlayStation ойнап отыр. Яғни ол таңертең бастаған, осы уақытқа дейін, әлінгі уақытқа дейін, дәл қазіргі сәтке дейін ойнап отыр. Екінші сөйлем. Мен сенің хабарыңды, яғни звонокты күтіп жүргелі 1 апта болды. Осы 2 сөйлемнің аудармасын төмендегі комментарийге жазыңыздар. Осымен видео тәмам. Present perfect continuous шағының қолданысы түсінікті болды деп ойлаймын. Басқа шақтардан айырмашылығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео пайдалы болса, лайк басыңыздар. Каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер. Және жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай!